Сәлем оқырман. Эфирдің тізгінін Бауыржан өзі алды. Балауса ханымды Арунамен бірге шығарып жіберді ме? Қалай ойлайсыздар? Бауыржан болса қатысушыларды жинақтап, басшысын қойып реттеді. Сайланған Айбат болып шықты. Және де бір емес, 2 қатысушыны жобадан шығарды. Енді Балаусаны да шығарып жіберетін секілді. Жүргізе алмаса, қатысушы бола алмаса қосылайықтан бәрі кетеді. Қатал қарап бастаған секілді жобаға. Жақсы жаққа бұрып жатыр ма, әлде бұрыс па? Бауыржанның өзі жүргізуші бола беретіндей. Көп оқырманның сүйікті жүргізуші болып көрінеді. Ал оқырманның пікірін көрейік. Бүгін Балауса жоқ екен ұзағынан. Болсыншы. Бауыржан жерлесім жүргізгені 1000 есе артық. Бауыржан мырза, сіз келіп эфирдің аурасы жанып тұр. Алақай. Бүгін Балауса жоқ. Демалайық, жақсы болар еді, егер ол мүлдем келмесе. Бүгін Сержан келеді, не, жаңалық айтады. Тағы да себептерді қайталайды, жазға дейін ештеңе болмайды. Олар рекордты ұзақтығы бойынша жасайды. Бұл үшін оларға атақ беру керек. Сыртта олар жұп сияқты, ал мұнда жоқ, тек тағы танысып отырады. Детский сад болып бара жатыр бара-бара. Білдей эфирде көрсетеді ғой не. Мынау курсын пазары. Бауыржан мырзада балабақшадағы тәрбиеші ұқсап, балаларды ойнатып отырған. Аринаның көңіл күйі қалай екен бүгін? Жақсы. Бәрі дұрыс па? Әлде көңіл күйіңіз жоқ па? Нормально. Үміткер келмей кетті? Неге үміткер келмей? Өз кезең болды ғой. Иә, біраз уақыт өтіп кетті миспен бірге. Енді біз үміткерлер қабылдап, үміткерлерді күтеміз, сол үшін. Иә, Заринаға үміткер болып келіңіздер, ұмытпаңыздар. Ойлап қалмаңыздар, иә, басы бос емес екен деп. Бос, иә? Бос, иә, бізге қабылдаудамын. Және өзіңіздің бойыңыз